Бүгін біз әдеттегідей түсірім жүргізіп жатырмыз, алайда бүгінгі видео формат басқашалай болмақ. Бұл жолы өндірісіміздің қалай басталғандығы, сапасының қалай бақыланатыны, зауыттың бүгінгі күні мен даму бағыты туралы басшылардың бірінен сұхбат алынмақшымыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сіздердің алдыларыңызда өндірістің негізін қалаған құрылтайшылардың бірі Арай мырза. Тұлғалардың басшылығымен өндіріс ірі ауқымға шығып, Қазақстан мен Орталық Азияда маңызды өндірістердің біріне айналды деп есептейміз. Арай мырза, өзіңізге бірнеше сұрақтар легін қоймақшымыз. Неліктен автоклавты газоблок салу бағытын таңдадыңыздар? Осыдан бірнеше жыл бұрын мен өзім жеке тұлға ретінде басымнан газоблоктың қалай осы нарықта жетіспегенін көрдім. Енді бұл жағдай жеке менің басымда емес, жалпы халықта болып жатқан жағдай. Газоблокқа заказ беріледі, ақшасы төленеді, оны айлап күтуге тура келеді. Сол себептен біз осы нарықта газоблок бойынша үлкен жетіспеушілік, халықтың оның сапасына деген көңіл көншімейтінін барлығын біз байқадық. Сол себепті осы саланы зерттей бастадық. Әрине, енді бізде Алматыда зауыттар көп. Бірақ енді көп зауыттар ескірген, технологиясы автоматтандырылмаған, барлығын адам күшімен істейді. Сол себепті ол жерде сапасы жақсы болмайды. Біз енді осы жалпы барлық факторларды зерттей келе осындай өндіріс орнын ашсақ деп жалпы ойға келдік. Бұл зауытты салу идеясы қашан басталды? Негізгі идея 2023 жыл басталды. 2023-тен көп зерттедік. 2024-те жалпы құрылыс, жобалау, құрылыс, монтаж жұмыстарының бәрін 2024-те бастай бастадық. Қазір уақытыңыз болса, зауыттың ішін көрсетіп, автоклавты газоблок зауытының ішкі өндірісі, даму процесін зауыттың ішінде жүріп көрсетіп берсеңіз? Жақсы, сіздерді. Сұрақтарымызды жалғастырсақ, зауытымыздың жалпы қанша аумағы гектар? Қазіргі күнде біздің зауытымыздың жалпы аумағы 4,5 гектар. Қанша инвестиция салынды осы заводқа? Жалпы бұл жобаға 10 миллион доллардан астам инвестиция салынды. Завод тәулігіне қанша автоклавты газоблок өндіреді? Біздің завод тәулігіне 1500-ден 2000 кубқа дейін өндіруге болады. Барлығы автоматты түрде қосылған ба? Көріп тұрғандарыңыздай біздің завод толықтай автоматтандырылған. Үстінен қарап көрейік заводта. Келіңіздер. Арай мырза, өндірістегі ең маңызды сапа бақылау кезеңі қайсы? Бізде шикізаттан басталады. Жалпы бізде істетілетін цемент или басқа барлық материалдардың біз барлығынан сапа сертификаттарын талап етеміз. Сосын өзіміздің лабораторияда барлық материалдарды тексеруден өткіземіз. Содан кейін жалпы газоблоктың өндірісі барысында да әрбір процесстері сайын бізде автоматты осы жүйе арқылы, сосын жауапты мамандардың тексеру арқылы біз әр процессті қадағалап, сапасына кепілдік етеміз. Ең соңында газоблок шыққаннан кейін газоблоктың размері, сосын беріктілігі болсын, барлығы біздегі мемлекеттік стандартқа сай тексеруден өтеді. Біздің зауыттың автоклавты газоблоктың басты айырмашылығы неде? Линиядағы айырмашылығы. Өйткені біздегі линия ең соңғы технологиямен толықтай автоматтастырылған. Сол себепті бізде бірақ өте аз болады бізде. Шығын. Өйткені мысалы егер көне линиялар болса, ол жерде 20%-ке дейін шыққан газоблок негізі сынық болады, немесе оның беріктілігі төмен болады. Ал бізде болса, негізі ондай шығындар 1%-ке де жетпейді деп айтуға болады. Яғни шығынсыз толық автоматтандырылған біздің завод. Осы типтегі газоблоктар қандай үйлерге қажет? Негізі газоблоктың басты артықшылығы жеңіл, сосын дыбыс және жылу оқшаулауға жақсы қасиетке ие. Ал енді негізі бұл көбінесе көп қабатты үйлерге, жер үйлерге көп қолданылады. Неге тапсырыс берушілер дәл сіздің заводыңызды таңдауы керек? Өйткені біздің завод, өздеріңіз көріп тұрғандай, жалпы Қазақстан бойынша ең үлкен заводтардың бірі. Екіншіден, біздің завод жалпы өндіріс линиясы бойынша или басқа факторлардың барын алып қайтқанда ең соңғы технология
ең жақсы сапа бізде. Сол себепті көптеген клиенттер қазір бізді талдап жатыр. Жақсы. Қазір үй салуды жоспарлап жүрген тұтынушыларға қандай кеңес берер едіңіз? Әрине, қазір TikTokта болсын, Instagramда болсын, сапасыз материал алып, алданып жатқан осындай халықты көріп жатырмыз. Менің берер кеңесім, сіздер газоблок алған кезде өз көздеріңізбен келіп көріп, сапасын тексеріп, содан асықпай алыңыздар. Ешқашан алданып қалмаңыздар. Әрине, ең жақсысы, мысалы біздің өзіміздің команда бар міне. Сенімді командамен жұмыс жасаңыздар. Жақсы, рахмет. Ең соңғы сұрағымыз, алдағы жоспарларыңыз қандай? Біз осы жылы тағы да құрғақ қоспалар зауытын салуды жоспарлап отырмыз. Көлемі 5000 квадрат метр, жалпы салынатын инвестиция көлемі $5 миллион. Ол жоба биыл жүзеге асырылады. Ол зауытта осы біздің газоблок зауытының жанында болады. Жақсы, сіздің бізге бөлген уақытыңызға рахмет, істеріңізге сәттілік тілейміз. Сіздерге де рахмет. Сау болыңыздар. Біздің видеоларды көргендеріңізге рахмет. Зауыттың ішкі жұмыстарымен қалай ұйымдастырылғаны сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, немесе көбірек білгіңіз келсе, пікір жазыңыз. Келесі видеоларымызды өткізіп алмас үшін арнамызға тіркеліңіз, әлі талай алда қызықты болады.